қадірменді ағайын, Бақара сүресінің соңғы 2 аятының талдауына тоқталып өтейік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аманар расулу бима унзила илейхи мир раббихи вал муъминун. Муъминун деп мінекей тоқтау белгісі, тоқтаған абзал, я? Тоқтаған кезде біз айттық, соңғы әріп сукунға айналады, және де мына жерде мәтті артқа айналдырып жібересіз, я? 2-ге, 4-ге, 6-ға созсаңыз болады. Біз енді 4-ге созып жатырмыз. Аманар расулу деген кезде мәт бар, одан кейін мінекей бірден шәмси әрпіне түстіңіз. Уасыл хамзасымен әл артиклінің ләмінің сукун несі сукун оқылмайды, ләм оқылмайды сукун болып. Бима унзила деген кезде мына жерде мінекей мәт әрпінен кейін созу себебінен хамза келіп тұрғандықтан және екеуі 2 бөлек сезде келгендіктен мәтті мунфасыл болады, 2-ге созамыз. Және мәтті мунфасылдан кейін унзила дегеннен кейін мына жерде не келіп тұр? Идғам әрпі келіп тұр. Сукунды нуннан кейін зәл әрпі келіп тұр. Идғам демек унзила деп мына әрпін толық оқымай ыңға қартай жақындатамыз. Илайхи мир раббихи деген кезде дамир келіп тұр, және мир раббихи деген кезде идғам. Және идғамның ләм мен ра әрпі келсе, сукунды нун немесе тәнуиннен кейін біз айттық, екеуін қосамыз, ра әрпін шәддәлі қылып оқимыз, келесі әріпті. Бірақ мұрынға апармаймыз дедік, я? Мир раббихи вал муъминун. Куллун амана биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулих. Куллун деген кезде мына жерде мынандай белгі келеді, дамманың үстіне. Құранда сол кезде бұл ун болып оқылады кәдімгі. Бізде оқылатын куллун. Тәнуин бар ғой, ун, сол тәнуин сияқты оқылады. Куллун амана биллахи ва малаикатихи. Малаикати деген кезде мына жерде мәтті мунфассыл, я? Яғни өйткені мінекей мәт әрпінің белгісі келіп тұр, созылу мәт әрпі, я? Мына жерде бар екен мінекей мынандай белгі. Одан кейін созу келіп тұр. Одан кейін мәт созу себебінен болған хамза келіп тұр, және екеуі бір сөзде келгендіктен бұны 4-ге немесе 6-ға созамыз. Біз 4-ге созып өттік. Ва малаикатихи деген кезде дамир бар. Ва кутубихи деген кезде тағы да дамир бар. Ва русулих. Біз русулих деп тоқтаған кезде дамир оқылмайды, хәнің харакаты сукунға айналады. Және ха бар екенін біз білдіреміз, я? Ва русулих деп. Егер тоқтамаған жағдайда онда дамирді оқып өтіп кетеміз. Ва русулихи ла нуфарриқу байна ахадим мир русулих. Мына жерде де тура солай. Тоқтаған абзал, және тоқталған уақытта ха сукунға айналады. Дамир оқылмайды, және хәнің бар екенін білдіреміз. Русулих деп. Ла нуфарриқу деген кезде раны жіңішке оқимыз, я? Ла нуфарриқу байна ахадим мир русулих. Мына жерде 2 жерде де идғам келіп тұр. Біреуінде идғам би ғунна, мұрынмен ыңылдап шығатын идғам. Екіншісінде идғам би ғайри ғунна, мұрынмен ыңылдамай жай ғана қосып өтетін идғам, я? Ва қалу деген кезде мына әлиф оқылмайды, я? Өйткені мына белгі келсе оқылмайды дедік. Ва тек мәд жасап өтіп кетесіздер. Ва қалу сами'на ва атa'на ғуфранака раббана ва илайкал масир. Сами'на дегенде мәд бар, ва атa'на ғуфранака мәд бар, раббана ва илайкал масир. Тоқтаған кезде мәд артқа айналдырып жібересіздер. Ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха. Енді мына жерде мінекей изхар келіп тұр, я? Сукунды нун немесе тәнуиннен кейін изхар әріптері келетін болса, сукунды нун және тәнуин одан кейінгі келетін әріп ашық оқылады деген. Нафсан илля вус'аха. Енді мына жерде бір ескере кететін жай. Мына ваудың үстіне дамма келген кезде, мысалы, у деп оққан кезде, уды ашық оқымаймыз, у деп. Кішкене в-ға жақындатып оқимыз. У деп. Илля вус'аха. Кішкене в шыққан сияқты қылып оқимыз, я? Илля вус'аха. Түсіндіңіздер деп ойлаймын. Вус'аха деп тоқтайсыздар, я? Мінекей мәт қып. Мына жерде тоқтаған абзал. Лаха ма касабат ва алайха мактасабат. Енді біз мына жерде айтқан болатынымыз, мына хәмс әріптер деп аталады. Мына сукунды та және к әріптері келген кезде, сол сукун қып тоқтаған кезде к мен таға кішкене сы бар сияқты естілу керек. Мәк, бірақ қалқала жасамаймыз. Мәктасабат. Көрдіңіз бе? Ма касабат ва алайха
iktasabat. Көрдіңіздер ма? Солай тоқтаймыз. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Мына жерде енді көрдіңіздер, екі жерде мәтті munfassıl келіп тұр, я? Мына жерде екіге созамыз. Насина ау деген кезде мына жерде мәтті munfassıl екі бөлік сөзді келіп тұр. Екіге созамыз. Мәтті munfassıl айттық қой, я? Алиф мәт әріпінен кейін созу себебінен хамза келсе екі бөлік сөзді келсе мәтті munfassıl болады. 2-ге, 4-ге, 6-ға созуға болады. Ау ахтана. Яғни хамзаның үстіне сукун келген кезде сіздер оқылуды білесіздер, я? Ахтана деп оқимыз. Мына жерде де ла туахизна деп мәттен кейін нені созамыз? Алифті созамыз мәт қылып хамзадан кейін. Және біз айттық, хамзаның тірегі болып вау келсе, және хамзаның белгісі келіп, оның үстіне фат харпі келсе, және де хамзаның алдындағы харп даммалы болатын болса, онда хамзаның өзі оқылады деп. Мына жерде у оқылмайды. Ла туахизна болып оқыла береді хамза. Түсінікті, я? Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Мына жерде де мінекей мәтті munfassıl келіп тұр, я? Мәт әріпінен кейін созу себебінен хамза келіп тұр, екі бөлік сөзді келіп тұр. Және исран кама, және де тануин немесе сукун нуннан кейін ихфа әріптері келсе, ихфа жасаймыз дедік. Және біз айтқан болатынбыз, мына жерде екі ихфа келіп тұр, мінекей. Және біз айттық, сукунды нун немесе тануиннен кейін ихфа әріптерінен каф пен қаф келсе, таза ыңға апарамыз. Бірақ кафте жіңіске ыңға апарамыз, қафта жуан ыңға апарамыз. Мысалы, исран таза ыңға апара беріңіздер. Исран кама, мына жерде бірақ жуан болады, мына жерде қаф жуан әріп қой, сол себепті қафта жуан болады, кафте жіңішке болады. Мин қаблина деп тоқтайсыздар. Мына жерде мінекей дамир бар, я? Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Мына жерде мәттер бар, я? Осыларды ескеріңіздер. Лана бих деп тоқтаған кезде, мына жерде тоқтамаған абзал негіз, бірақ тоқтасаңыз ештеңе етпейді. Деміңіз жетпей баратса, біз тоқтадық. Сол себепті сукун қылып тоқтайсыз, бірақ хәнің бар екен білдіресіз, бих деп. Вафу анна. Мына жерде уасыл хамзасы оқылмайды, я? Мынада белгімен келіп тұр. Бірден айынға түсірсіздер. Вафу анна вағфир лана вархамна. Мына жердің бәрінде уасыл хамзасы оқылмайды. Бірден раға, бірден ғайынға, бірден айынға түсірсіздер мына жерде. Анта маулана фансурна алал қаумил кафирин. Анта деген кезде мына жерде ихфа бар, я? Анта. Сукун нуннан кейін ихфа болған тәріпі келіп тұр. Мына жерде мәт бар. Мына жерде уасыл хамзасы оқылмайды. Бірден фансурна. Мына жерде де ихфа бар, я? Фан сукунды нуннан кейін ихфа болған сад келіп тұр. Мәт бар мына жерде алал қаумил кафирин. Мына жерде де мәт бар, және де тоқтаған кезде мәт артықпен тоқтаймыз. Яғни біз барлығында 4-ке созып келдік. Мына жерде де сіз кафирин деп 4-ке созып тоқтайсыз. Мінекей қадірменді ағайын, аятул күрсінің талдауы осындай. Иншалла үйде жақсылап қайталаңыздар. Алла ілімдеріңізді арттырсын.